Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз сорпаның адам организміне керемет пайдалы әсері жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан қызықты ақпаратты жіберу алмай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Сорпаның емдік қасиеті. Қазақ халқы ет жеп болып сорпасын ішпей ас қайырмайтын болған. Қай заманда да асты жоғары бағалаған. Қазақ халқының сорпаның емдік қасиеттері жайлы білімі бұрыннан болған. Әсіресе босанған әйелдің күш қуатын қалпына келтіріп, ана сүтін молайтуға көмектеседі деп келінге сойылған қойдың сорпасын беріп отырған. Бұл әдет-ғұрпымызды өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 30 мың жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Дегенмен көбі сорпаны диеталық тағам деп санайды. Жалпы сұйық тағамның адам ағзасына пайдалы екенін және оны ағза үшін қорытылуы жеңіл екені жиі айтылып жатады. Бірақ оның емдік қасиеттері де мол екенін айта кету керек. Осы ретте гастроэнтеролог Әйгерім Ормановадан сорпаның ағзаға қаншалықты емдік пайдасы бар екенін және оның қандай дерттерден айығуға көмектесетінін сұрап білдік. Дәрігердің айтуынша, сорпаның басты емдік қасиеті оның ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етуінде. Бірінші кезекте сиыр, қой етінен жасалған сорпаның құрамына тоқталатын болсақ, оның адам организмі үшін пайдасы мол. Сиыр етіндегі элементтер мен дәрумендер ас қорыту жүйесі қызметін жақсартады. Мысалы, ол темірдің жетіспеушілігі, яғни анемиямен күресуге көмектеседі. Бұл дегеніміз, сиыр немесе қой еті сорпасының тәбеттің төмендеуіне, әлсізденіп, тез шаршап қалуға жол бермейтінін білдіреді, дейді дәрігер. Сондай-ақ, ол сорпаның жаңа босанған әйелдер мен ота жасалған адамдарға күш қуатын қалпына келтіруде көмегі зор екенін айтады. Бұдан бөлек, дәрігер сиыр немесе қой етінен жасалған сорпаның кішкентай баланың ағзасына ауыр болмайтынын, керісінше денсаулығына жақсы әсер ететінін айтып өтті. Құрамы жеңіл сорпалар тамақтан уланған жағдайларда немесе тамақты тым көп жеп қойған жағдайларда жақсы көмектеседі. Әсіресе сиыр етінен жасалған сорпаның құрамындағы метионин амин қышқылы ағзадағы зиянды өнімдердің шығуын реттейді. Осындай таза қолдың сорпасы 20-40 минутта қорытылып кетеді. Салыстырып қарар болсақ, жеміс-жидек шырынының бір стаканы 30 минутта, ал алма шырыны 40 минутта ғана қорытылады, дейді Орманова. Бұдан бөлек, дәрігер тауық сорпасының емдік қасиеттеріне тоқталды. Оның айтуынша, ыстық күйдегі тауық сорпасы ас қорыту жолының, асқазан мен аш ішектің жұмысын жақсартады. Тауық сорпасының гастритпен ауыратындарға да көмегі өте зор. Ол асқазандағы артық қышқылды шығарады. Сондай-ақ сүйектердің бітіп кетуін тездетеді. Яғни сорпадағы элементтер сүйек, шеміршек және дәнекер тіндерге және көкбауырдың қызметіне жақсы әсер етеді, дейді дәрігер. Невролог, нутрициолог Ұлжалғас Сманованың айтуы бойынша, сорпаның қайнау ұзақтығы 8 немесе 22-24 сағатқа созылуы керек. Ұзақ және баяу отта қайнауы қажет. Сонда ғана сүйектің бойындағы керекті элементтер сыртқа шығады. Ал 1-2 сағат қайнаған сорпа ол сүйек сорпасына жатпайды. Бұндай сорпаны мұздатқышта, тоңазытқышта бір апта бойы сақтауға болады. Сорпаны екінші рет қайнатуға болмайды. Жылытып отырып ішу керек. Егер екінші рет қайнататын болсаңыз, керісінше зияны тиеді, дейді дәрігер. Мәселен, ірі қара малдың жілік сүйектерін қайнату үшін оны жуып қазанға саласыз. Алдымен қатты отта көбігі шыққанша қайнатасыз. Көбігін алып, тағы жарты сағат қайнатып, суын ауыстырасыз.
яғни екінші рет қазанға су толтырып қайнағанша қатты, сосын баяу отқа қоясыз. Егер шамамен 10 литр сорпа қайнатсаңыз, бір лимонды сығып қосасыз. Лимон болмаса, алма сірке суын қосуға болады. 1 литр сорпаға 1 шай қасық алма сірке суын немесе 1 лимон шырынын қосқанда, сүйектегі минералдарды сорпаға шығаруға көмектеседі, дейді дәрігер. Сорпаға дәміне қарай тұз қосылады, ал дайын болған кезде аскөк, сәбіз, жуа да қосуға болады. Дәрігердің айтуы бойынша, сүйек сорпасын құрысу ауруы бар ересектер мен балаларға ішуге болмайтынын айтады. Эпилепсияға шалдыққан, үнемі құрысуға қарсы дәрі ішетіндер сүйек сорпасын ішпегені жөн. Бұл ауруды асқындырып жіберуі мүмкін, ал басқа уақытта сорпаны іше беруге болады, дейді маман. Сүйек сорпасының тағы да бір керемет әсері, ол ұйқыға жақсы әсер етуі мүмкін. Сүйек сорпасындағы амин қышқылдары кейбір адамдарда ұйқының жақсаруына ықпал етуі мүмкін. Нейропсихофармакология журналындағы 2015 жылғы санында глицин амин қышқылы ұйқыны жақсартудың қауіпсіз терапиялық нұсқасы болып табылады деп хабарлайды. Ұйықтар алдында глицин қабылдайтын адамдар келесі күні өздерін жақсы ұйықтап, әлсіздік аз сезінуі мүмкін. Бұл адамдар үшін қарапайым кешкі ас пен сүйек сорпасын ішу глицинді қамтамасыз етуге көмектеседі. Сонымен қатар, сүйек сорпасы адамдарға салмағын жоғалтуға көмектеседі. Сорпаның құрамында ақуыз көп. Бұл дененің қанықтылығын сезінуге көмектеседі және калориялардың шектелуін қолдайды. Сүйекті сорпаны ішу немесе қарапайым сорпа жасау диетаға көп ақуыз қосып, артық калорияларды тұтынбай тамақтануға қанағаттанудың пайдалы әдісі болуы мүмкін. Сүйек сорпасы ағзадағы коллагенге дейін ыдырауы мүмкін желатин көзі. Бұл әсіресе буындарға өте маңызды. Буындардағы шеміршектер үнемі пайдалану арқылы тозуға немесе кішіреюге бейім. Бұл буындарға көбірек стресс туғызуы мүмкін, және де қысымның әсерінен ол бұзылуы мүмкін. Спорттық медицина журналының 2017 жылғы бір санында зертханалық және жануарларға жүргізілген зерттеулер сүйек сорпасының құрамындағы желатинді қоспа ағзамыздағы коллаген мөлшерін көбейтетіндігін көрсетеді. Бұл буындарды қажетсіз стресстен қорғауға көмектеседі. Сонымен қатар, остеоартритпен ауыратын адамдар үшін сүйек сорпасының пайдасы өте зор. Құрметті достар, видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Және де осы видео пайдалы болған болса, оны достарыңызға, туыстарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Келесі видеоларда жүздескенше аман сау болыңыздар.